Ассалаумағалейкум баршаңызға. Арнаға қош келдіңіздер. Мазмұнды бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қырғызстан үкіметі елдегі тәртіпсіздік салдарынан қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін шекараларын жауып тастады. Ресми шешімді бүгін Қауіпсіздік кеңесі басшысының орынбасары Өмірбек Суанәлиев мәлімдеді. Елдегі тәртіпсіздіктер Қырғызстанның министрлер кабинетін осы аптада отставкаға кетуге мәжбүр етті. Ал орталық сайлау комиссиясы елді басшысыз қалдырып, жексенбілік парламенттік сайлаудың нәтижелерін жоққа шығарды. Қырғызстан ішкі істер министрінің міндетін атқарушы Құрсан Асанов президент Сооронбай Жээнбеков пен әлі күнге дейін ресми отставкаға кетпеген ішкі істер министрі Қашқар Жүнісәлиевтің қайда екенін білмейді. Құрсан Асанов президенттің із-түзсіз жоғалғаны туралы бүгін Бишкекте өткен брифингте журналистердің сұрақтарына жауап бере отырып былай дейді. Шындығында мен қазір басқа мәселелермен айналысамын. Бишкекте тәртіп орнату керек. Өздеріңіз көріп отырғандай, кешегі күннен бастап ерікті халық жасақтармен бірге қаладағы жағдайды бақылауға алды. Тонауға жол бермедік. Біз осы бағытта жұмыс істеуді жалғастырамыз. Жээнбековті және басқаларды іздестірумен өзге де құрылымдар айналысады деп ойлаймын, деді Құрсан Асанов. Кейін Қырғызстан президентінің баспасөз қызметі Жээнбековтың Бишкекте екенін мәлімдеді. Президент Бишкекте саяси күштермен жеке келіссөздер жүргізуде. Барлық күш-жігер құқықтық арнаны қалпына келтіруге бағытталған, деді Қырғызстан президентінің баспасөз хатшысы Толгонай Стамалиева. Шекара қызметі жоғары лауазымды шенеуніктердің елден кетуіне жол бермейтінін мәлімдеді. Бізге жоғары лауазымды шенеуніктерді ел аумағынан шығармау туралы бұйрық келді деп хабарлады ведомство. Сонымен қатар Ош облысындағы Сооронбай Жээнбековті қолдауға арналған митингтер өтіп жатыр. Сондай-ақ наразылық акциясына қатысушылар елдегі заңдарды сақтауды жақтайды. Қарасүй ауданындағы шеруге 400-ге жуық адам қатысуда. Олар нарықтағы рейдерлік басып алуға, сондай-ақ биліктегі алаяқтарға қарсы шығуға, Ошта Жээнбековті қолдауға арналған митингте 500-ден астам адам жиналды. Оппозициялық партиялардың жетекшілері елді басқару жөніндегі үйлестіру кеңесін құрып, колониядан босатылған оппозиция жетекшісі Садыр Жапаровты премьер-министр қызметіне ұсынды. 6 қазанда парламент шұғыл отырыста оның кандидатурасын бекітті. Бірқатар оппозиционерлер бұл тағайындауға келіспеді. Өздерінің үйлестіру кеңесін құрды және премьер-министрді сайлауға ниетті. Сондай-ақ олар президент импичменті мен парламенттің таратылуын талап етті. Дүйсенбі күні Қырғызстанда 4 қазанда өткен парламенттік сайлаудың қорытындыларымен келіспейтін жаппай наразылықтар басталды. Наразылық білдірушілер қауіпсіздік күштерімен қақтығысқан. Содан кейін парламентке өтпеген оппозициялық партиялардың жақтастары президент әкімшілігі орналасқан парламент ғимаратын басып алған. Қақтығыстан 900-ден астам адам зардап шекті. Бір кісі қайтыс болды. Премьер-министр Кубатбек Боронов отставкаға кетті. Президент Сооронбай Жээнбеков оппозицияны бірнеше рет
диалогқа шақырды. Бірақ әзірге ресми келіссөздер болған жоқ. Қалайық, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздердің лайк басып бөлісіп қолдағандарыңыз біз үшін үлкен қолдау. Рахмет баршаңызға. Келесі кездескенше сау саламат болайық.